өте маңызды мәселе. Осыған біздің осы күнге дейін бірде-бір алаштанушы ғалымымыз назар аударған емес. Біз әлі де алаш тарихына, жалпы тарихымызға кешегі тар кеңестік көзқараспен қараймыз. Сол кеңестік штамппен өткен жылдың желтоқсанында, 16 желтоқсанда біз тәуелсіздіктің 32 жылдығын тойладық. Бірақ неге осы бүгін мемлекетіміздің мерейтойын неге тойламаймыз? Біздің тұңғыш президентімізде бір адамды мақтап келдік. Тұңғыш президентіміз ол Әлихан Бөкейхан. Егер сол тарихты саясаткерлер талдай бастаса, ол міндетті түрде соғысқа алып келеді. Неге әйел алашшылар ешқандай алашшыларының бір Елдос Тоқтарбайдың болсын, немесе сіздің болсын сұхбаттарыңызда ол туралы білемін. Неге айтыла бермейді? Жылға дейін қазақ тілінде 4 роман жарық көрсе, 4-еуде қазақ әйелінің теңдігіне, алаш тақырыбын, алаш тарихын осы күнге дейін айтқанда оқулықтарға, орта мектептен жоғары оқу құралдарына, тарих пәніне енгізе алмай жүрміз. Назар аударыңыздар, бүгінгі Еуропа одағы сол алтын орданың үлгісімен құрылған. Әлиханды түрмеде ораза ұстап, қара сумен ауыз бекітіпті деген сөздері бар екен. Неліктен алаштықтарды кейбір топтар дінмен байланыстыра береді? Жастауға немесе дін жолына жегіп қойған, ол бір ғана Елдос емес. Одан да үлкен қауымдар бар. Атын айтпай қояйын. Айналайын-ау, сен ескі әбден тозығы жеткен кірпішпен жаңа ғимарат сала алмайсың. Бүгінгі қазақ елі үшін алаштан артық идея жоқ. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге Банана Медиа арнасы. Бүгін бізде қонақта алаш танушы ғалым Сұлтанхан Аққұлұлы. Ең алдымен уақытыңызды бөліп келген үшін сізге мыңда бір рахмет айтамыз. Бірден сұрақтарға өтсек, мынау бірінші сұрақ, мына жақында өзіңіз білетіңіздей, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық құрылтайда 3-ші отырысында Алтын Орда жайлы сөз қозғады. Жалпы ол осы Алтын Орда жайлы сөз қозғағанда мынау деректі фильм түсіріліп жатқандығын айтып өтті. Неліктен мемлекет басшысы ұлық ұлысты әлемдік аренада тікелей Қазақстанмен байланыстырды? Және осы байланысында болуына не себеп болды? Осы тұста сізден неге Тоқаевқа бұл қажет болды деп сізден сұрақ қойғымыз келіп отыр. Мысалы, алпыс кетпей қасымыздағы Өзбекстан болса, Әмір Темір, Жалаңтөс Баһадүр секілді фильмдерді түсіре бастады. Жалпы осы неліктен қазіргі СНГ мемлекеттері Алтын Орда, Әмір Темір өздерінің тектеріне жармаса бастады? Бұған Ресей түрткі ме? Ресей болғанда біз 20 ғасырды басына қайта оралсақ, осы бүгінгі болып жатқан осы тіпті түркі тілдес халықтардың мемлекеттердің арасындағы болып жатқан бір астыртын делік, қазіргідей бақталастықтың негізі 1924 жылы Кеңес одағы билік тарапынан негіз қаланды. Өйткені 24 жылы осы бүгінгі Қазақстан мен Орта Азия елдерінде ол кезде ондай елдер жоқ. Ол кезде қазір осы бүгінгі Орта Азияда Қазақ және Түркістан автономияларға болды. Екі мемлекет. Байқасақ, екі мемлекетті де құрған 17 жылы Қарашада, оның кейін желтоқсанда құрған қазақ қайраткерлері, алаш қайраткерлері. Оның бірі, мәселен, Қараша айының 28-інде Қоқан қаласында құрылған Түркістан мұқтариаты. Оны құрған кім? Оны Мұхамеджан Тынышпайұлы мен Мұстафа Шоқай және Әбдірахманбек Оразайұлы. Солар құрды. Естеріңізде болса, Түркістан мұқтариятының тұңғыш премьер-министрі Мұхамеджан Тынышпайұлы 18 жылдың қаңтар айынан бастап Мұстафа Шоқай басқарды. Өткенде алаш қайраткерлері. Ал енді назар аударайық. 17 жылдың 28 қарашасында Түркістан мұқтариятының мемлекетін құрып, оның билік басына келген екі алаш қайраткерлері. Үшеу делік, негізі үшеу. Одан кейін арада 2 апта өткеннен кейін Орынборда екінші жалпы қазақ қырғыз құрылтайы жұмысын бастады 5 желтоқсан күні. Бұл ескі күнтізбе бойынша. Ал қазіргі күнтізбені қарасақ, ол 18 желтоқсан. 25 желтоқсан күні, яғни ескі дерек күнтізбемен 12 желтоқсан күні, сол екінші жалпы қазақ қырғыз құрылтайы өзінің қаулысымен ежелгі қазақ хандығының жер аумағында алаш ұлттық жерлі автономиясын құрды. Автономия деген атағанда осы күнге біз автономия деп кемітіп келеміз. Ал дәл сол кезде құрылғанда оның астары қалай болды? Біріншіден 17 жылы бүкіл
сәуір айынан бастап бүкіл қазақ облыстарында, одан кейін бірінші жалпы қазақ-қырғыз, екінші жалпы қазақ-қырғыз құрылтайын алып қарасақ, барлығының қаулысы бірдей болды. Ол болашақ шақырылуға, сайлануға, содан кейін шақырылуға дейіс бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына мынандай талап қойды. Ресейді федеративтік демократиялық республика деп жарияласын деген. Демек, Алаш республикасы деп, автономиясы деп атаған себебі, сол болашақ Ресей Федерациясының құрамдас бөлігі, яғни субъектісі, басқа автономиялардың құқы тең. Дәл біз Алаш республикасы немесе Түркістан Мұхтар Әйезов құрылғанға дейін 17 жылдың жаз айында Украина өзін болашақ Ресей Федерациясының субъектісі Украина ұлттық жерлі автономиясы деп жариялады. Алаш және Түркістан басқа республикалардың бәрі сол Украинаға еліктеп, бәрі өздерін ұлттық жерлі автономия деп атады. Демек, бұл жерде тағы да бір назар аударатын өте маңызды мәселе. Осыған біздің осы күнге дейін бірде-бір алаштанушы ғалымымыз назар аударған емес. Біз әлі де алаш тарихына, жалпы тарихымызға кешегі тар кеңестік көзқараспен қараймыз. Сол кеңестік штамппен, стереотиппен қараймыз. Енді көзімізді ашып қарасақ, және бұл біздің тарихымызда, әсіресе 20-шы ғасыр басындағы алаш тарихын тек тарихшылар ғана емес, заңгерлер, құқық және мемлекет теориясының мамандары қарастырғанда ғана біз алаш тарихын сырын түгел ашып бере аламыз. Сонымен, бұл болашақ Ресей Федерациясы, мысалы, Украина, Беларусь, немесе Әзірбайжан, Қазақ, Алаш Республикасы, Башқұрт тағы басқалардың бәрі дайын Ресей Федерациясының құрамына кіре салмай, олар өзара бірігіп, өз ықтиярымен, өз еркімен енді Ресей Федерациясын жасақтауға тиіс болатын. Сол үшін бүкіл Ресей құрылтай жиналысы сайланып шақырылды. Ал бірақ уақытша үкімет заңды, уақытша үкімет ол бүкіл Ресей құрылтай жиналысын сайлап шақырып үлгермеді, оны кеңес үкіметі құлатты. Қарудың күшімен, бұл айтқанда мемлекеттік төңкеріс жасап, оны біз ұлы, осы күнге дейін әлі ұлы қазан төңкеріс деп келеміз. Ал бұл мемлекеттік төңкеріс, қылмыс. Оның үстіне ол қазан төңкерісін жасауға Ленин бастаған большевиктер Ресеймен 4 жыл бойы соғысып келе жатқан Германияның ақшасына жасады. Оның тіпті 2012 жылғы осы күнгі Ресей президенті Владимир Путин бұны мемлекеттік сатқындық деп бағалады. Осыны ұмытпайық. Енді, бірақ сол енді бүкіл ресейлік құрылтай жиналысын шақыруға кеңес өкіметінің өзі аса мүдделі болды. Неге? Өйткені кеңес өкімет түсінді, ол уақытша үкіметтің орнына келген, ол да уақытша үкімет болады. Бүкіл ресейлік құрылтай жиналысы келіп, өзінің батасын беріп, өзінің қаулысымен кеңес өкіметін заңдастыруға кеңес өкіметі мүдделі болды. Сол себепті кеңес өкіметі құрылтай жиналысын өткізді, және большевиктер алдында құрылтай жиналысын сайлауын өткізді. Олар бұл сайлауда өзінің баяғы арзан, құр бос сөзден тұратын бүкіл билік кеңестерге берілсін, бейбітшілік, тыныштық. Қалай болғандар тыныштық орнау керек, бейбітшілік соғыстан тоқталу керек, және зауыт фабриктер жұмысшыларға берілсін, жер игеруші шаруаларға берілсін деген. Жағымен сөйтіп бұл сол бүкіл құрылтай жиналысының сайлауында жеңіске жетеді деп үміттеніп, бірақ ол сайлауда большевиктер эсерлерге жеңіліп қалды. Эсерлер 50%-дан астам дауыс жинаса, большевиктер бар жоқ 34% ғана дауыс жинады. Оның ішінде Алаш партиясы бүкіл Ресей империясының, бұрынғы Ресей империясы кеңістігіндегі партиялардың ішінен, оның ішінде ұлттық партиялар бар, және бүкіл Ресей партиялардың ішінде 8-ші орын алды. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Бұл айтқанда, осы бүгінгі Қазақстан аумағында Алаш партиясы бұл айтқанда бәрінен барлық басқа күштерін, саяси күштерін бәрін ойсырата жеңіске жетті. Сөйтіп Қазақтан шамамен 27-28 депутат сайланды бүкіл ресейлік. Бірақ большевиктер жеңілгеннен кейін енді бүкіл ресейлік құрылтай жиналысының шақырылмау, жалпы бүкіл ресейлік құрылтай жиналысының тағдыры екі болып қалды. Өйткені большевиктер жеңілгеннен кейін ол құрылтай жиналысын большевик өзінің дегенін жүргізе алмайтын болды. Өйткені дауысы бар жоғы 34%. Ал ол құрылтай жиналысын жеңіске жету үшін кем дегенде 50% және бір дауыс болу керек еді. Ең кем дегенде. Сондықтан большевиктер ойланып қалды. Шақырамыз ба, шақырмаймыз ба деп. Ең қызығы, сол оның алдындағы уақытша үкіметтің құлатылған, одан кейін кеңес үкіметінің өзі қаулысы бойынша құрылтай жиналысы бұрынғы Ресей империясының кеңістігінде
ескі күнтізбемен 12-14 қараша күні өтуі керек болатын, ал сәл өткеннен кейін 28 қараша күні құрылтай жиналысы шақырылу керек болатын. Бірақ большевиктер ол кезде құрылтай жиналысын шақырмайды, бірақ құрылтай жиналысының депутаттары жиналғаннан кейін, бірақ онда кворум болмай, сөйтіп құрылтай жиналысының алғашқы отырысы кворум болмай тарайды. Большевиктер ұзақ ойланып толғанып болғаннан кейін, ақырында жаңа жылдың ескі күнтізбе бойынша 5-ші қаңтарында құрылтай жиналысын шақырады. Ол құрылтай жиналысына тек большевиктерден басқа депутаттар келіп түгел қатысады, бұл кворум болады. Бірақ оған алаш қайраткерлерінің депутаттары бармайды. Өйткені құрылтай жиналысының тағдыры қыл үстінде тұрған жақсы біледі. Өйткені құрылтай жиналысы қазір большевиктердің билікке қарудың күшімен, Алиханның тілімен айтсақ, найзаның ұшымен, айбалтаның жүзімен келген билікті құрылтай жиналысының мойындамайтынын. Ал оны мойындамаған соң, большевиктер ол құрылтай жиналысын не құртады, қуып тарататынын жақсы біледі. Сол себепте алаш қайраткерлерінің депутаттары ол құрылтай жиналысының алғашқы және соңғы отырысына бармайды. Содан ең қызығы, мынаны қараңыздар. Дегенмен де алғашқы отырысына жиналған бүкіл ресейлік құрылтай жиналысы Ресейді бүкіл 17 жылға қазақ облыстық және бүкіл қазақ қырғыз құрылтайлары талап еткендей Ресейді парламенттік федеративтік республика деп жариялайды. Түсіндіңіз бе? Оның есесіне кеңес өкіметін мойындаудан бас тартады. Айтқанда кеңес үкіметінің билігін заңдастырудан бас тартады. Сол себепті 5-ші қаңтардан 6-шы қаңтарға қараған түні кеңестер айтқанда енді екінші рет мемлекеттік төңкеріс жасап, бүкіл ресейлік, бүкіл халықтың еркін дауыс беруімен сайланған нағыз және ең соңғы заңды үкіметін тағы да күштеп қуып, екінші рет мемлекеттік төңкеріс жасайды кеңес үкіметі. Бірақ бұның бір жақсылығы бар. Кез келген нәрсенің екі жағы болады, жаманда. Енді болашақ Ресей Федерациясының субъектісі ретінде автономия болып құрылған Алаш Республикасы. Түркістан, Башқұрт, Әзірбайжан, Украин, Беларусь бәрі қандай мемлекетке айналды, қалай ойлайсыздар? Өздерінен тұрған жоғары билік болмаса. Қалай ойлайсыздар? Бұлар егеменді елге айналды. Түсінікті ма? Сөйтіп Алаш Республикасы егер 17 жылдың 12 желтоқсанында құрылған Алаш Республикасы мен оның Алашорда жоғарғы атқарушы билік тетігі Алашорда үкіметі, оның алдында болашақта болуға тиіс Ресейдің бүкіл құрылтай жиналысы былай айтқанда заңдастыратын деген Ресей Федерациясының субъектісі ретінде құрылған Алаш Республикасы енді 6 қаңтардан бастап қандай мемлекетке айналады? Өзінен жоғары тұрған федеративтік билік болған соң бұл қандай мемлекет? Бұл егеменді тәуелсіз мемлекетке айналады. Түсінікті ма? Жоғары билік болған жоқ. Кеңес үкіметін ешкім мойындаған жоқ. Украинада, Әзірбайжан, Грузин делік мәселен. Барлығы да енді егеменді елге айналды. Баяғы Ресей империясы быт-шыт болып тарады. Біз осыған дейін біздің тарихымызда азамат соғысы деп келдік. Большевиктердің ашқан соғысын біз азамат соғысы деп келдік. Енді назар аударыңыздар. Біз тың көз қарыспен қарасақ, егер Алаш Республикасы, Украин тағы басқа ұлттық және облыстық мемлекеттерінің барлығы енді егеменді елге айналса, олар кеңес үкіметін мойындамаса, кеңес үкіметінің оларға бастаған соғысын қалай деп атаймыз? Азамат соғысы емес. Бұл басқыншылық соғысы. Бұны әскери интервенция дейді. Өйткені біз кеңес үкіметін Қазақстанға шақырдық па? Кеңес үкіметінің билігін мойындадық па? Мойындаған жоқпыз. Оларды шақырған жоқпыз. Демек кеңес үкіметінің бізге басып бергенін қалай дейміз? Бұны басқыншылық соғысы дейді. Отаршылдық соғысы дейді. Сөйтіп қазақ мемлекеті арада назар аударыңыздар. Егер қазақ хандығы 1847 жылы қазақтың соңғы ханы Кенесары ханның қаяу қазаққа ұшырағаннан кейін қазақ хандығы хандық институты билеген қазақ мемлекеті бір жолы ыдырап тарих сахнасынан кеткен болса, біз азаттықты ғасырлар бойы ойлаған жоқпыз, армандаған жоқпыз. 70 жылдан кейін ғана дәл сол қазақ хандығының жер аумағында қайтадан қазақ мемлекеті өзінің іргетасын қайта көтерді. Түсінікті ма? 70 жылдан кейін 1847 жылды тарих сахнасынан кетсек, Ресей империясының отары болып бойына сіңіп кеткен болсақ, сол
қазақ хандығының жер аумағында мемлекеттіліктің былай айтқанда дені болып тұратын қазақ халқы ешқайда ұшып кеткен жоқ қой. Сол қазақ халқы қайтадан енді заманауи қазақ мемлекетін қалпына келтірді. Түсінікті ма? Сондықтан бүгін біз әрине өткен жылдың желтоқсанында, 16 желтоқсанда біз тәуелсіздіктің 32 жылдығын тойладық. Бірақ неге осы бүгін мемлекетіміздің мерейтойын неге тойламаймыз? Өйткені бұл мемлекет аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ. Бұл мемлекеттің іргетасын қалап, оның біз бүгін мақтан ететін әлемдегі жер аумағы, әлемде 9 орын алатын осы жердің бәрін қорғап қалған кеңес үкіметі ба? Жоқ. Оны құрған кім? Алаш қайраткерлері. Осы бүгін жер қорғап қалған бір тұлға бар, ол Әлихан Бөкейхан. Біздің тұңғыш президентімізде бір адамды мақтап келдік. Тұңғыш президентіміз ол Әлихан Бөкейхан. Өйткені сол 17 жыл желтоқсаннан құрылған Алаш Республикасының ата заңының, конституциясының жобасы 1911 жылы Санкт-Петербургда жасалды. Оны жасаған кім? Оны жазып берген Барлыбек Сырттанұлы деген. Әлихан Бөкейханның тапсырмасымен. Келтесе Әлихан екеуі сол 10-11 жылдар жазда Санкт-Петербургда бірге өткізген. Бұл айтқанда қазақ елінің уставын Барлыбек пен Әлихан екеуі бірге жазды деп айтуға болады. Кейін сол қазақ елінің уставы деген конституцияның жобасы кейін Алаш партиясының саяси бағдарламасының негізі болды. Және Алаш Республикасының құрып, оны Алаш Орда үкіметін сайлағаннан кейін Алаш Республикасының конституциясының жобасын жасауға кім жүктелді? Алаш Орда үкіметіне. Егер конституцияның жобасы дайын тұрса, оны біз жаңадан жасамаймыз ғой. Дайын тұрған конституция. Оны алғанда, ал сол Алаш конституциясының жобасы бойынша Алаш қандай республика еді? Ол парламенттік республика болатын. Ал ол парламент қалай деп аталды? Ұлттық мәжіліс деп аталды. Ал мемлекет басшысы кім болды? Президент болды. Президентті кім сайлайтын еді? Ұлттық мәжіліс сайлайтын. 4 жыл мерзімге. Бір адам екі реттен артық президент болып сайлана алмайды деп, бұлар ақш конституциясын айтқанда үлгеріп алған. Біз неге осындай тарихымыз, 6 ғасырлық тарихымыздағы, мемлекеттігіміздің тарихындағы осындай жарқын бетін неге мақтан етпейміз? Өйткені осы бүгінгі, тіпті осы 21 ғасыр басындағы қазіргі тәуелсіз Қазақстанның айтқанда саяси құрылымы да, экономикасы да, адам құқықтары, тағы басқа көп жағдайды алып қарасақ, біз сол 20 ғасыр басындағы Алаш Республикасына ілесе алмай жүрміз. Соның деңгейіне жете алмай жүрміз. Осы қазақ жерінде тұңғыш демократия, унитаризм, адам құқықтары, әйел теңдігі, экономика қай бағытта қалай даму керек? Оның бәрін 20 ғасыр басында Алаш қайраткерлері түгел шешіп, өйткені Алаш қайраткерлерінің әрқайсысы олар айтқанда универсал адамдар болатын. Бір ғана Әлиханды алып қараңыз. Немесе Ахмет Байтұрсынды алыңыз. Жаһанша Досмұхамедұлын алыңыз. Мұхамеджан Тынышпайұлын, Мұстафа Шоқайды алыңыз. Барлығы да кезі кейін саланың маманы болады. Ал сөзіңе қоса кетсем, біз білеміз, Әзербайжанда қателеспесем тура сондай, 18-ші жылы тәуелсіздік алды, 91-ші олар тәуелсіздікті қалпына келтірді. Сонда неге біздің билік біледі, мемлекетіміз біледі, тарихымызда жазылып тұр. Неге соны жазбаймыз? Себебі біз 91 жыл 16 желтоқсанда амалсыздан, мен сіздерге айтайын, амалсыздан тәуелсіздік жариялауға мәжбүр болғаннан кейін билік басында кім қалды? Кешегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің соңғы бірінші хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Айналасындағы бәрі сол кешегі Компартия мен комсомолдың көсемдері болатын. Олар кім? Иманғали Тасмағамбетов, тағы басқалар, Қуаныш Сұлтанов, сол сияқтылар. Бұл айтқанда билік басында кешегі Компартия мен комсомолдың көсемдері қалып қойды. Бұл айтқанда кешегі коммунистік партия қазақ халқын 30 жылдары аштықпен түгел қырып жібере жаздаған коммунистік партияның көсемдері қалдыра. Коммунистік біз мүмкін Ресейден, метрополиядан саяси тәуелсіздік алғанымен біз коммунистік идеологиядан тәуелсіздік алған жоқпыз осы күнге дейін. Сол себепті 32 жылдық тәуелсіздікте біз әлі шынайы тарихымызды жазғанымыз жоқ. Кешегі кеңестік идеологиядан әлі де арылған жоқпыз. Бұл айтқанда кеңессіздендіру, коммунистсіздендіру саясаты бізде жүрген жоқ. Осы күнге дейін. Жақында сіз Тоқаевтың сөзін мысалы келтірдің. Мысалы, оның алдында Тоқаев тағы бір нәрсені айтты.
осы біз 20 ғасырдың басындағы қайраткерлерімізді бір-біріне қарсы қояйық деген. Айналайын ау, мен бір мысал келтірейін. Негізі тарих ғылымына мемлекет басында отырған саясаткерлердің араласуы жақсы ырым емес. Оған бір ғана мысал, қазір бүгінгі Ресейді келтірейік. Владимир Путинді келтірейік. Дәл өзі. Егер сол тарихты саясаткерлер талдай бастаса, ол міндетті түрде соғысқа алып келеді. Өзіне қызығушылық. Түсінікті ме? Сонда әр президенттің тарихты қозғаған кезде бір мүддесі үшін қозғайды ғой. Мәселе саяси мүдде үшін Саяси көбінесе. мүдде. Түсінікті ме? Сондықтан бұл жерде айтатын дегенім осы. Одан басқа мысал келтіре алмаймын. Ал мен 2013 жылы бір мақала жаздым. Ол кезде Бигелді Ғабдуллин деген журналистің Central Asia Monitor деген газеті болды. Мен сонда жаздым. Біз кеңес дәуіріндегі ырым-жырымды тастап, жаман дәстүрді тастап, біздің саясаткерлер ғалымдарға, оның үшін тарихшы ғалымдарға ақыл үйретуін қойсын. Керісінше батыс елдерінің ілгері дамыған батыс елдерінің үлгісімен керісінше саясаткерлер сол ғалымдардан, мамандардан кеңес алсын, ақыл кеңес алсын. Егер біз шынайы тарихымызды жазсақ, бүгінгі саясаткерлеріміз билік басына отырған. Ол мысалы Ресеймен сыртқы саясатын қалай жүргізу керек? Қытаймен сыртқы саясатын қалай жүргізу керек? Соны үйренер еді. Сол дәстүрді жалғастырар еді. Мысалы Абылай ханның саясатын алайық, ол Қытаймен де Ресеймен де екеуміз дауласқысы келіп жүр, өйткені біздің күшіміз аздау болды. Біз сондай саясат ұстануымыз керек шығар. Ал бүгінгі біздің билік басында отырғандар, олар әлі күнге дейін шынайы тарихымызды білмейді және білгісі келмейді. Ал осы күні есімізде 2019 жылғы ма, 20 жылғы ұлттық құрылтайдың бірінші мәжілісінде, сол кезде президент Тоқаев тапсырма береді. Біз енді 7 томдық ұлттық тарихымызды қайта жазамыз деп. Бұл жерде тағы бір сұмдық нәрсе бар. Сол ұлттық тарихымызды оның ішінде 20 ғасырдың тарихымызды жазып жатқан кім? Кеңес дәуірінен жаман мұра болып қалған кеше кеңестік тар көзқарасты тарих мектебінен өткен тарихшыларымыз жазып отыр. Үлкі тарихшыларымыздың үлкен буыны. Бұл кешегі жалған тарихымызды айтқанда авторлар деп айтуға болады. Оқулықтар жазған сол кісілер ме? Түсінбедім. Тарихи оқулықтар жазған сол кісілер ме? Мәселе сол. Біз егер тарихымызды, егер сол айтқанда әрине сол 20 ғасыр басындағы қайраткерлеріміз, оның ішінде айтып отырғаны алаш қайраткерлерімен кеңес қазақ қайраткерлерінің ол жерде мысалы Тұрар Рысқұл, Сәкен Сейфуллин, Әлби жангелдер бір-біріне қарсы қоймайды дейді. Көкем-ау, олар бір-бірін достастырып қойсақ, ол тарих емес. Ол қайсы бір қиялынан бір жазушының, тарихшысы мақтының қиялынан туған тарих болып тұрады. Ол тарих бізге не тағылым бере алмайды, не сабақ бере алмайды, не үлгі өнеге бере алмайды. Өйткені тарих, ол өткен тарихымыздың бұлтартпай айнасы болуға тиіс. Сонда ғана ол тарихтың бізге пайдасы болады. Қай жерде сүріндік, соны көрсетеді. Қай жерде оздық, соны көрсетеді. Ол бізге үлгі өнеге болмақ. Сондықтан біз тағы да айтып отырмын. Саясаткерлердің тарихты талдауы жақсы қалып бармайды. Ал Алашорда деп Алтын Орда тарихына оралатын болсақ, біз оған бір жағынан айтайын, оған таңғалатын несі бар? Өйткені Алтын Орданың негізін қалаған кім? Біздің ата-бабаларымыз. Шыңғыс хан өзінің 4 ұлына жаулап алған жерлерін, елдерін бөліп бергенде, осы бүгінгі қазақ жері, Орта Азия, үлкен ұлы Жошы ханның үлесіне тиді. Сосын ары қарай солтүстікке қарай, атыңның тұяғы жеткен жердің бәрі сенің қол астыңа түседі. Сондай өсиеті болды ма? Болды. Егер кейін Алтын Орда деп қойған атау, ол назар аударайық. Ол батыс ғалымдарының және оның ішінде Ресей ғалымдарының шартты түрге қойған атауы. Ол неге Алтын Орда деп аталды? Назар аударыңыздаршы. Осы күнге дейін мән бермейміз. Неге Алтын Орда деп аталды? Өйткені нағыз сол ұлыс заманында Еуразия кеңістігі, оның ішінде жібек жолы арқылы өзінің дамуының шыңына жетті. Өйткені Шыңғыс ханның заңы жүріп тұрды. Мысалы, Венадан немесе арғада Берлиннен немесе тағы басқа бір Еуропа елінен келген көпес ешқандай күзетсіз, қару саймансыз Бейжіңге дейін барып, саудасын жасап, емін-еркін қайтатын. Немесе Қытайдан тағы басқа кез келген осы біздің ұлы ұлыстан шыққан саудагер кез келген Еуразия кеңістігіне барып, ешқандай күзетсіз, қауіпсіз өзін сауда жасаған. Айтқанда, ұлы ұлыс заманында
қазіргі мысалы Еуропа одағының үлгісімен тауар, қаржы және жұмыс күштері еркін айналымда болды. Сол себепті бұны алтын орда деп атады. Назар аударыңыздар, бүгінгі Еуропа одағы сол алтын орданың үлгісімен құрылып отыр. Түсінікті ме? Алтын орданың осы бүгінгі заманға беретін тағылым мен өнегесі біз оны көбісі байқамаймыз. Мысалы, салық жүйесі қайдан қалды? Алтын орда дәуірінен қалды. Ұлы Қолыс дәуірінен қалды. Дипломатиялық айтқанда иммунитет дейміз. Қайдан қалды? Шыңғыс дәуірінен қалды. Өйткені Отарға өзінің елшілерін жібергенде Отарға хан не істеді? Бәрін басын шауып тастады. Одан кейін Отарға не болды? Күлталхан болды. Сол сәттен бастап елшілерге, саудагерлерге тиісу қойған. Соны былай айтқанда дипломатиялық иммунитет деген ұғым пайда болды. Міне былай айтқанда Алтын Орда, ол Алтын Орда ыдырағаннан кейін Алтын Орданың бірден бір заңды мұрагері кім? Ол Ресей емес. Ол ең алдымен сол кешегі ұлы ұлыстың негізін қалаған түркі тайпалары. Ірі түркі тайпалары. Ал бүгінгі қазақ халқының негізін құраған кім? Сол кешегі Алтын Орданың негізін құраған түркі тайпалары. Сондықтан ол бүгінгі Ресей бола ма? Ал керек десең, сол Ресейдегі мемлекетті дүниеге алып келген кім? Ұлы Қолыс. Өйткені кезінде Ресей деген бір тұтас мемлекет болған жоқ. Айтқанда жеке-жеке әргі бір-бірімен бақталасып, қырғысып келген славян тайпалар болды. Славян князьдықтарды. Солардың бәрін жаулап алып, сосын Мәскеу князьдығына сен менің атымнан бәріне билік жүргізесің деп тапсырма берген кім? Шыңғыс хан. Ұлы Қолыс империясы. Ертең сол Ұлы Қолыс Алтын Орда ыдырағаннан кейін, оны құрған мұрагер кім болады? Қазақ халқы болады. Өйткені сол кешегі Алтын Орданың негізін құрған ірі түркі тайпалары бүгін қазақ халқын құрып отырған жоқ па? Мен Алтын Орда дәуірінің үлкен мамамын деп айта алмаймын. Бірақ былай айтқанда көз алдымда тұрған былай айтқанда айқын дәлелдер дәл сондай ойға итермелейді. Амалсыз. Бұл тарихи ақиқат нәрсе. Біз әлі де сол батыс ғалымдардың, үшін әсіресе Ресей ғалымдарының түркі тарихын, Алтын Орда тарихын мейлінше бұрмалап жазған тарихының көлеңкесінде жүрміз. Соның жетегінде жүрміз осы күнге дейін. Менің осы күнге дейін қанымды қарайтатын бір мәселе, осы күнгі айтқан заманауи тарихшыларымыз жаңа ұрпағының өзі әлі сол ұлы ұлысты Моңғол империясы деп құртады. Тіпті кезінде Ресей ғалымдарының өзі, көне дәуірдегі, осыдан бір 2-3 ғасыр бұрынғы Ресей ғалымдарының өздерінің мойындаған Моңғол деген ол ұлттың этниканың атауы емес, оны саяси одақ деп. Бірлестік деп, Моңғол деген сөзден шыған деп. Енді соны дауламай. Бір күні осы жақында ғана бір жапон ғалымы келіп айтып, мынандай керемет ой айтты. Шындыра кез келген мемлекеттің өркендеп гүлдену үшін ол экономиканың сонша дүрлеп даму басты маңызды емес, халықтың, ұлттың ең алдымен тарихы. Ол халықтың рухын көтеретін бірден бір нәрсе не? Ол ұлттық тарих, шынайы тарих. Біз сол тарихымызға әлі назар аударған жоқпыз. Өйткені осы күнге дейін 32 жылдың ішінде айтқанда тәуелсіз заманда алаш тақырыбы тағы да қуғынға тап болды. Осы күнге дейін мысалы күні кеше ғана мынау армян дейді, әліпбиін жасаған адамның атына көше беретін болыпты. Бұл жерде неге? Мысалы Астана қаласында айтқанда, ал неге Астана Ақмола қаласы болашақта қазақ мемлекеті қайта жаңғырғаннан кейін соның астанасы болады деп 1913-14 жылы жазған кім? Әлихан Бөкейхан болады. Григорий Потанин туралы жазған мақаласында 1915 жылы Ақмола Қараөткел болады деп, бұл жерде қазақ университеті ашылады деп 15 жылы Әлихан Бөкейхан жазып кеткен. Енді назар аударыңыз. Осы болашақ астанамызда көре білген Әлихан Бөкейханның құрметіне ешқандай лайықты ескерткіш жоқ. Оның есесіне Шарль де Голль туралы ескерткіш бар ма? Бар.
Махатма Гандиге ескерткіш бар ма? Бар. Тіпті Битлз тобына дейін бар. Кім көрген сайқы мазыққа ескерткіш бар? Ал осы мемлекеттің іргетасын қалап, оның шекарасын шегелегіп белгілеп кетіп, алдымен патша заманында, одан кеңес дәуірінде айқайласып, дауласып, бәрін ғылыми жолды дәлелдеп, осы жеріміз сақтап қалған шекарасын белгілеп берген кім? Әлихан Бөкейхан. Ол тұңғыш президенті кім? Ол Әлихан Бөкейхан. Естеріңізде болайық, Әлихан Бөкейхан 1913 жылы жазғаны бар еді. Одан да бұрын ата-бабамыз айтқан, тарихы жоқ халықтың келешегі жоқ деп. Тәуелсіздіктің 33 жылында осы шынайы тарихымызды қалпына келтіре алмасақ, әйтпесе қалпына келтіруге тырысамыз деп, тағы да сол тарихымызды жазуда кеңес одағынан қалған, кеңестіктің жалған тарихнамасын мектебінен өткен тарихшыларымызға беруіміз, ол енді ертең болашақ ұрпақтың алдында масқара боламыз, ұятқа қаламыз. Өйткені мынау былай айтқанда ғаламтор тұрған кезде сен жалған қанша тарих жазып берсең, ол балалар ертең бәрібір сол шынайы тарихымызды өздері тауып алады. Ғаламтор дейсіз, мынау қазір бізде Турция, Өзбекстан, Түркия, мынау Қазақстан, Өзбекстан, енді түркітілдес халықтар. Түркітілдес халықтар. Жалпы мынау бізде Түркия өзінің мынау Осман империясымен танымал болса, мынау біз Алтын Ордамен, ал қасымыздағы өзбектер әмір темірді табады өздеріне. Жалпы осы Ежеп Ердоған көбінесе осы Тұран идеясын көбінесе жиналыстарда алға ұсынады. Ортақ әліпби де түркілерде ортақ әліпби болсын. Осы Тұран ұйымына, Тұран кеңесіне сіз қалай қарайсыз? Бұл біздің түркілердің ассимиляцияға ұшырауына әкелмей ме? Мысалы, қасымызда қырғыздар бәлеңесе аз. Олардың ассимиляцияға жоқ болып кетуіне мынау ірі түркілер секілді мемлекеттердің астына кету ықтималдығы бар ма? Бұл жерде біріншіден Алтын Ордаға қайта оралсақ, Алтын Орданың мерейтойын біз міндетті түрде өте кең тұрғыда, тіпті Құдай ұмытқан ауылдағы қазағымызға дейін түгел ол тарихты білу керек. Сонда рухымыз өседі. Сондағы ұлтжандылығымыз, елімізге деген сүйіспеншілігіміз өседі. Бұл айтқанда тарих бір жағынан ол идеологияның негізі. Ал 32 жыл тәуелсіздігімізде біз әлі әрбір адамға түсінікті, әр адамның жүрегінен орын таба алатын ұлттық идеология қалыптастырған жоқпыз. Бізде не көп болды? Идея болды, көп болды, ал идеология болған жоқ. Әлі күнге дейін жоқ. Айтайын дегенім, біз алаш Алтын Орданы, Алтын Орда тарихын тағы да біз әрбір клеткамызға дейін сезінуіміз керек. Біз Алтын Орданың заңды мұрагеріміз. Түсінесіз ба? Ал біз тағы назар аударайық. Өткен жолы мен бір хат жазып бердім. Сол хатымда айттым. Неге Алаш Республикасы Алаш деп аталды? Неге Қазақ деп аталмады? Есімізде ұмытпасақ, Әлихан Бөкейхан Жошы ханның тікелей ұрпағы. Осы, мысалы, 15-ші ғасырда Қазақ деген ұлттық мемлекетті құрған кім? Төреоқтың тұқымы Шыңғыс ханның ұрпағы құрды. Кейін сол Қазақ деген хандық институт билеген қазақ мемлекеті, сол хандардың бір-бірімен тіл таппай қырғысып, іштен даудамай шығарып, ыдырауына түрткі болған кім? Төре тұқымы, Шыңғыс ханның ұрпақтары. Бірақ сол ата-бабаларының қателігін мойындап, солардың бүкіл айтқанда кінәсін мойнына алып, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп мәлімдеген кім? Әлихан Бөкейхан. Хан баласында қазақтың қақысы бар еді деп. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп. Сөйтіп сол кешегі қазақ хандығының аумағында заманауи қазақ мемлекетін Еуропаның, гүлденген Еуропаның дамуын, оның білімін, технологиясын, ғылымын алып, сөйтіп қазақтың көне дәуірден келе жатқан мәдениетін гүлдетіп, сөйтіп айтқанда екінші Жапония жасауды айтқанда армандаған жоқ, нақты жоспарлаған Әлихан Бөкейхан болады. Сондан осы идеологияны жазбасақ, сол Алаш Республикасы, бүгін Қазақ Республикасы, сол кешегі ұлық ұлыс батыстардың ғалымдарының айтқан Алтын Орда емес, ұлық ұлыс, ал ұлыстың құрылтайшысы, оның тұңғыш басшысы ханы Жошы ханның Алаш деген халық қойған лақап аты болса, ол Алтын Орда емес, Алаш Орда болу керек еді. Алаш Республикасы болу керек. Міне соның
заңды мұрагер ретінде 17 желтоқсанда осы бүгінгі қазақ мемлекеті құрылды. Оның неге үкіметіне, егер тарихты қарсаңыздар, ешбір адамзат тарихында қайсы бір үкіметтің алашорда сияқты атауы болған емес. Алашкерлер дәл сол мақсатпен үкіметке қасақана әдейі ат қойып отыр, алашорда үкіметі деп. Өйткені ертең Алаш республикасы аяғынан тік тұрып кетсе, ол Алаш республикасы емес, Алашорда мемлекеті болу керек еді. Басқаша айтқанда, кеше ұлы ұлыс қайта тірілген болар еді. Бұл Алашорда мемлекеті, сосын сол кезінде ұлы ұлыстың негізін құраған бүкіл түркі халықтарын, оның ішінде Алаш республикасы құрылған кезде назар аударыңыз, бағана неге айттым? Бірінші және екінші жалпы қазақ қырғыз құрылтайы деп. Өйткені 17 жылдың желтоқсаннан 24 жылдың қазан айына дейін, кешегі Алаш, одан кейін Қазақ республикасының құрамында қырғыздар болды, қарақалпақтар болды. 18 жылы Алаш орда үкіметі Башқұрт республикасымен біріккен қазақ Башқұрт республикасын құрамыз деп келісті. Ал жаңа Түркістан мұқтариаты құрылғаннан кейін, қараша айында, арада 2 апта өткеннен кейін Алаш республикасы құрылып, оның Алашорда үкіметі сайланғаннан кейін, оның құрамына Түркістан мұқтариатының премьер-министрі және оның сыртқы істер министрі Мұхамеджан Тынышпайұлы мен Мұстафа Шоқай Алашорда үкіметінің мүшесі болып сайланды. Ондай тарихта ондай мысал бар ма? Жоқ. Оның астары не? Өйткені Түркістан мұқтариаты ол Алаш республикасының кешегі ұлы ұлыстың қайта тірілген жобасы болады. Түсінікті ме? Сондықтан тағы да айтамын. Біз Алтын Орда деп жүрген ұлы ұлыстың 8 жылдығын міндетті түрде, кең түрде, мүмкіндігінше әрбір қазақтың құлағына, санасына, жүрегіне жететін етіп тойлауымыз керек. Ол бізде жыл сайын оның мерейтойын тойлауымыз керек. Тіпті Алтын Орда немесе ұлы ұлыс күні деген бір мемлекеттік мереке күнін тағайындайды. Сонда ғана санамызға жетеді. Ол туралы деректі фильмдер, тіпті көркем суретті фильмдер түсіру керек, сериалдар түсіру керек. Біз неге осы күнге дейін тек ана Кореяның, Түркияның, кез келген елдің сериалдарын көрсетеміз? Біз мысалы бір ғана Кенесары ханның көтерілісін біз көтеріліс дейміз, ол көтеріліс емес. Ол Ресей империясына қарсы, оның отаршылдығына қарсы соғыс болды, азаттық соғысы болды. Мысалы 1940-45 жылы Кеңес одағы, Гитлер Германияның айтқанда отаршылдық соғысына қарсы соғысты ма? Кенесары ханның көтеріліс емес, ол соғыс болатын. Өйткені біз Ресей империясының билігін мойындаған жоқпыз. Кенесары хан қаза болғаннан кейін ғана біз патшаның билігін, отаршылдық билікті мойындауға мәжбүр болдық. Сұлтан мырза, осы кезде мынандай сұрақ туындайды. Сіз айтасыз, келісеміз, әрине Алашорда туралы, Әлихан Бөкейханов, Алашиялар туралы фильмдер түсіру керек, сөзсіз. Бірақ бізде бір проблема бар деп ойлаймыз. Біздің ойымызша тарихшылар болсын, тарихи оқулықтарда Алашиялар деген кезде тек қана көбінесе жалпы ер адам, ер тұлғалар туралы көбірек айтылады әрине. Бірақ та неге әйел Алашиялар туралы ешқандай Алашиялардың бір Елдос Тоқтарбайдың болсын, немесе сіздің болсын сұхбаттарыңызда ол туралы білмеймін. Неге айтыла бермейді маған, бізге түсініксіз. Тіпті тарихи оқулықтарда өзіңіз де білесіз, Назипа Құлжанова бар, алғашқы әйел журналист деп атаймыз. Одан басқа Құсни Жамал бар, Гүлшахара бар, жас азамат ұйымының белсенді. Бобай ханым бар, көптеген Тұмар қыз бар, Тамир істеп жүрген. Көптеген осындай мектептерді ашқан, әйелдің құқығын көтерген осындай әйел алашиялар бар. Бірақ неге осы алашиялары медиада, тарихи оқулықтарда неге айтылмайды? Бізге осы нәрсе түсініксіз. Өйткені өзіңіз көріп тұрсыз. Қазіргі кезде қоғамда әйел құқығы өте қатты талқылап жатыр. Бейшенбаевтың кезінен оны өте қатты байқадық. Әйел құқықтары өте маңызды тақырып екенін көрдік. Неге алашиялар туралы, әйел алашиялар туралы неге айтылмайды? Біріншіден, оның ең басты себебі, жалпы алаш тарихы осы күнге дейін былай көлеңкеде жүрген жағдайы бар. Тіпті осында тұңғыш президентіміз жер көкке сыйғызбаған президенттің шашбауын көтерген бір саясаткерлердің бірі бар. Соның айтқан бір сөзі бар. Біз алашты Астанаға жібермеуге күш салып жүрміз деп. Кәдімгідей. Сөйтіп, егер 19 жылға дейін алаш тақырыбын, жалпы ол жерде алаштың ішінде негізі қазақ әйеліне теңдік алып берген ол кеңес өкіметі емес. Өйткені бір ғана мысал келтірейін, 17 жылға дейін қазақ тілінде 4 роман жарық көрсе,
төртеуі де қазақ әйелінің теңдігіне назар аударылған. Назар аударыңыздар. Егер 1926 жылы Қызылордада, сол кездегі астанамыздың тұңғыш қазақ театры ашылған болса, сол театр әйел тағдырымен, келіннің тағдырымен сипатталған пьесамен ашылды. Осыны ұмытпайық. Былай айтқанда, осы бүгін қазақ әйелінің теңдігі үшін күрескен ол кеңес үкіметі емес, алаш қайраткерлері. Былай айтқанда біздің ұлт зиялыларымыз күрескен. Енді айтайын десем, бұл жерде мәселе әйелдерді көрсетпеу емес, біз алаш тақырыбын, алаш тарихын осы күнге дейін айтқанда оқулықтарға, орта мектептен жоғары оқу құралдарына, тарих пәніне енгізе алмай жүрміз. Жолатпай жүр. Айтқанда 19 жылға дейін мысалы ақпарат құралдарында, телеарналарда алаш тақырыбын бір-ақ рет көрсетуге болады. Бір-ақ рет. Мемлекеттік басылымдарда алаш тақырыбы туралы бір-ақ рет айына бір-ақ жазылсын деген айтқанда бейресми нұсқау берілген. Қазір сол өзін айтқанда екпінмен ары қарай жалғасып келе жатыр. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын тойладық. Оны әлдеқайда кең өткізуге болар еді. Ал 2016 жылы Әлихан Бөкейханның ЮНЕСКО мойындаған 150 жылдығын бөлуге сол кезде премьер-министр болған, бүгін қазір абақтыда отырған Кәрім Мәсім сол кезде айтқан болады. 2015-2014 жылғы 3 жылдық бюджетте Әлихан Бөкейханның 150 жылдығын тойлауға қаржы қарастырылмаған. Кім қалай тойлайды, солай тойлаңдар деп. ЮНЕСКО мойындаған тарихи тұлғамызды. Бұл айтқанда сол көзқарас, сол саясат әлі де өз өкімімен ары қарай жалғасып келе жатыр. Әр жолы алаш тарихына қатысты неше түрлі жинақ. Мысалы, өткен жылы Әлихан Бөкейхан Ахмет Байтұрсынұлы шығарып тұрған Қазақ газетінің 7 томдығын айқайласып, айтысып жүріп әзер шығардық. Бұлардың бәрі 20 ғасыр басындағы біздің тұңғыш айтқанда баспасөзіміздің алғашқы қарлығаштары. Олар айтқанда сол 20 басындағы тарихтың бірден бір құнды дерек көзі болып табылады. Ал ол газет журналдарды бүгінгі қазақ оқи алмайды. Ол өйткені төте жазумен жазылған. Соларды біз бүгінгі кириллға аударып қайтып басатын болсақ, оған осы бүгінгі отырған мәдениет және ақпарат министрі оған әлі оң көзбен қарамайды. Оны тағы да біз басылымға дайындап қойдық. Мысалы, Қазақстан газеті 1911 жылы шығып тұрған. Одан кейін Уран газеті, Сана, Таң журналдары, Айқап журналының тұңғыш. Әйел теңдігі туралы журнал болды. Жоқ, ол оны кейін оған да жетеміз. Қазір дайындап ұсынып отырғанымызда. Соны қазір билік басында ұстап отыр. Кім дейсіз бе? Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин ұстап отыр. Неге? Тақымына қысып отыр. Өйткені алаш тақырыбы бүгінгі осы билік басында отырған аманат саяси жүйесіне онша ұнамайды. Өйткені алаш тақырыбы олардың айтқанда бүгінгі идеологиясын, олардың бүгін ұранына айналмайды. Оны басқа партия ұстап кетті. Қазір айтқанда алаш тақырыбы бүгінгі еліміздегі саяси күрес тартыстың құрбанына айналды деп батыл айта аламын. Кесіп айта аламын. Комиссия құрылған жоқ па? Саяси қуғын сүргін жақты. Айналайына ол комиссия құру туралы жарлық күшін жойған. Бұны Кремльдің талап етуімен ол комиссия айтқанда күшін жойған. Ол туралы білесіңдер ме? Иә. Ол комиссия қазір жұмыс істемейді. Бірақ бұл жерде кезінде мен тікелей айтайын, ол комиссияның құрылуына мен қарсы болдым түбегейлі. Ол комиссияға мені мүше етіп шақырды. Бірақ бір адам оның менің аты жөнімді сызып отырды. Өшір. Ақордада отырған осы күні. Атын айтпай ақ қойдым, жаңа онсыз да айттым. Өйткені алаш қайраткерлер, мысалы, жалпы 20-30 жылдардағы жаппай қуғын сүргінінің былай айтқан материалдары өзінің былай айтқан құпиялық мерзімі өткен ғасырдың соңында біткен, аяқталған. Мысалы, Шығыс Еуропа елдері Кеңес одағының ықпалынан шыққан кейін бүкіл сол құпия құжаттардың бәрін түгел құпиясыздандырып, айтқанда еркін айналымға жіберді. Біз неге ұстадық? Өйткені біздің билік басында сол кешегі 20-30 жылдардағы айтқанда жаппай қуғын сүргіннің басы қасында болған қайраткерлердің ұрпақтары отыр. Сол себепті осы күнде құпиясыздандырмай отыр. Ол бір. Екіншіден, сол жаппай қуғын сүргінмен ашаршылықтың қолдан, кеңес үкіметі қолдан ұйымдастырылған ашаршылықтың құрбандары мен олардың ұрпақтары, олар ешқандай заңнамалық не саяси ақтауға мұқтаж емес. Олар халықтың жүрегінде, халықтың санасында әрқашан ақ болып қалды. Олардың бәрі нақақ айыппен атылды. Демек, олар неге мұқтаж дейсіздер ме? Олар ең алдымен моральдық және материалдық ақтауға мұқтаж. Осы күнге дейін. Өйткені олардың ата-бабаларының бәрін түгел жай атып тастаған жоқ алашорда. Олардың бүкіл дүние мүлкін, жерін, малын түгел тартып алған жоқ па?
Мысалы, Шығыс Еуропада, оның үшін мысалы Чехияда, оның алдында Чехословакия екен, ол бөлінгеннен кейін Чехияда реституция деген саясат болған. Сол кеше кеңес коммунистік режим орнатылғаннан кейін, сол байлардың бүкіл завод фабриктерін тартып алған болса, 80 жылдардың соңы мен 90 жылдардың басында сол не мүлкін, сол байлығын, завод фабриктерін, үйлерін, ғимараттарын, сарайларын солардың ұрпақтарына қайтарып, өте мақысымен арада өткен қаншама пайдасын айырылған сол өте мақысымен өздеріне қайтарып берді. Одан басқа сізге қандай үлгі өне керек? Біз солай істедік пе? Бірақ сіз айттыңыз, бағана тұңғыш президент ол біздің Әлихан Бөкейхан дедіңіз, иә? Иә, бәлкім тұңғыш біздің тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президентіне бәлкім білмеймін, бұл ұнамайтын шығар өзінің жеке имиджіне. Ұнамайтын ол сөз жоқ, өйткені былай айтқанда сіз айтып отырған тұңғыш президентіміз ол 13 жылдан бері осы бүгінгі Қазақстанды құрған соның атасы кім? Сол бірінші президент деп қақсап келді. Путинда да айтып еді ғой осыны, иә? Онда мемлекет болған жоқ. Бұған дейін шекарада болған жоқ, мемлекет болған жоқ. Өйткені ол тіпті сол тұңғыш президентіміз деп көпке сыйғызбаған адамыз ақш президенті Джордж Буштың алдында айтқан сөзі бар. Бұған дейін бұл жерде ешқашан қазақ мемлекеті болған жоқ. Сол мемлекетті құру менің бақытыма тиіпті деп. Өз халқын соншама қорлаған бір емес, әлдеқашан ресми басқа бір халықаралық деңгейде өз халқын соншама қорлаған, тарихын теріске шығарған адам ол кім? Біздің тұңғыш президентіміз. Путин қосақ кетті ғой оны. Мәселе сол. Өйткені Путиннің 2015 жылы Селигерде айтқан сөзін соның аузына салған кім? Тұңғыш президентіміз. 2006 жылы Астраханда Қазақстан мен Ресей арасындағы шекараны түгел бекітіп, екеуі баспасөз мәслихатында, сонда бүкіл Ресей ақпарат көзінің алдында мәлімдеген кім? Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл жерде ешқашан қазақ мемлекеті құрған жоқ, оны мен құрдым деген сияқты. Бірақ президент кеткен жоқ па билігінен? Президент билігінен кетті ғой. Не кедергі көтермеуге? Көкем-ау, қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев кімнің шекпенінен шықты? Қазіргі министрлеріміз кімнің шекпенінен шықты? Әкімдеріміз кімнің шекпенінен шықты? Кімнің тәрбиесінен шықты? Осыны ұмытпайық. Өйткені бізде билік ауысқан жоқ. Мүмкін ұрпақ ауысқан шығар. Бірақ ұрпақ болғанда арасы онша ұзақ та емес. Ұрпақ деген әдетте 25 жыл болу керек деген. Олардың арасында сондай не бар ма? Жоқ. Сол кешегі биліктің жалғасы ары қарай жалғасып келе жатыр. Тек бұлар кішкене былай айтқанда үндеу өзгерді, жаңа Қазақстан деп. Айналайын-ау, сен ескі әбден тозығы жеткен кірпішпен жаңа ғимарат сала алмайсың. Сол кешегі биліктің ұрпағымен сен жаңа Қазақстан тұрғыза алмайсың. Мәселе осында. Бізде қазір былай айтқанда билік басындағы ұрпақ түгел жаңармай, бүгін Қазақстанның гүлденуі екіталай. Ашығын айтқанда. Біз өзімізді алдамайық, ойбай жаңа Қазақстан тұрғыз деп, былай айтқан сен отырып алуа деп мың рет айтсаң да аузың тәттіге толмайды. Біз қазір сол жай отырып алуа деп ұрып отырған бір аңқау қазақпыз. Мәселе осы. Сөздің шындығы осы. Бұның тағы да мынау паң мінезді парақорлардан басқа мынау бізде осы алаш қайраткерлерін кейбір топтар дінмен байланыстыра береді. Неліктен бұны мысалы Әлиханды түрмеде ораза ұстап, қара сумен ауыз бекітіпті деген сөздері бар екен. Неліктен алаштықтарды кейбір топтар дінмен байланыстыра береді? Тіпті Елдос Сарбай бір видеосында дін жолында шахид болған деген сияқты Десекте бір өлеңдері бар, дінді сынайтын. Бұл жерде бір қызық айтайын. Оны ең бастысы сол алаш қайраткерлерін дінмен. Дінге айтқанда жаңағы ораза ұстауға немесе дін жолына жегіп қойған, ол бір ғана Елдос емес. Одан да үлкен қауымдар бар. Атын айтпай қояйын. Өткен жолы байқасам студенттердің алдында сол оқыған дәрісін эфирге шығарып қойып, астына өзім түсініктеме жазған. Сосын ол мені дереу жауып шығарды. Мәселе, егер сен сол тарихты терең зерттемесең, онда ол туралы сөйлеп жұрттың алдында білмегенді білгенде сөйлеу, ол ғалымның мінезі емес, ғалымның жұмысы емес. Біріншіден, бір ғана мысал келтірейін. Алаш Республикасының құрардың алдында Әлихан Бөкейханның мен кадет партиясынан неге шықтым деген шағын ғана мақаласы бар. Сонда не дейді? Мынау Францияның, Ресейдің тарихы көрсеткендей дейді. Егер молла мемлекеттің айлығы болса, мемлекеттің жетегінде етіп қалады. Қазағым, сенің дінің гүлденсін десең, сен дінді мемлекеттен бөліп қой. Мемлекеттің дінде ісі болмасын, діннің мемлекетте ісі болмасын. Ал осы біз қазіргі конституцияны салып қарайық. Біз конституция бойынша біз зайырлы мемлекетпіз. Ал 19 жылға дейін біздің бас мүфтиімізді кім тағайындап келді?
естеріңде ма? Президент тағайындап келді. Бұл не деген сөз? Сол конституцияның авторы өзі жазған конституцияны аяққа таптап бас мүфтиді тағайындап келді. Сонда Молдекенде біреудің қолынан жем жеп отыр ғой. Мәселе бұл жерде жем жеуде отырған емес. Сол кезде елбасының астарлы да ашық мақсаты былай болды. Сол бас мүфтиді өзі тағайындау арқылы, ал бас мүфти одан кейін айтқанда облыстық мүфтилер тағайындайды. Сөйтіп бүкіл Құран дұға намаз оқығанда сол Назарбаевты насихаттау. Дін қайраткерлері арқылы. Мысалы, бізде ұлттық университеттердің ректорларын кім тағайындайды? Тағайындап келді, былай дегенде. Тағы да елбасы. Онда бізге білім министрінің қажеті қанша? Ұлттық театрлардың директорын кім тағайындаушы? Онда бізге мәдениет министрінің қажеті қанша болды? Сол сияқты. Немесе әр облыстағы мәдениет басқармасының бастығы не үшін керек болды? Бізде айтқанда конституцияны аяғына таптап, конституцияның өзі оған керек емес, тек айтқанда жыртығын жамайтын ғана бір қағаз болды. Әлі конституция сол рөлін әлі атқарып келе жатыр. Біз осыдан 1,5 жыл бұрын ба конституцияға өзгерсеңіз, референдум болды. одан конституция мұртырақ қисайған жоқ. Айтқанда бізде қоғамда осы күнге дейін конституцияның баптарын заңмен бұзатын биліктің өзі. Өйткені конституция бізде қоғамда өз алдына өмір сүреді, а қоғам жазылмаған бір ереже бойынша өмір сүріп келеміз. Конституция бойынша цензура жоқ бізде. Иә, конституция бізде әрине цензураға тыйым салынған, бірақ бізде қазір кез келген журналист тілін істеп сөйлеуге мәжбүр болады. Биліктің сөзін сөйлемесең, онда сен бәлеге қаласың. Бұғай жалпақ тілмен айтқанда. Енді келесі сұрақ мынау. Ал енді жаңа дінге келетін болсақ, Алаш республикасы осы бүгінгі қазақ жерінде дүниеге келген тұңғыш зайырлы мемлекет болады. Ол конституциясынан жазылмаған, конституцияның жобасында жазылмаған. Бірақ, мысалы, Алаш Орда үкіметін алып қарайық. 15 мүшесі болды ма, қазақтан сайланған. 15 мүшесінің түгел біреуі ғана жоғары білім болған жоқ, ол Отыншы Әлжанұлы. Бірақ оның өмірлік тәжірибесі өте бай болатын. Ахмет Байтұрсынұлы сияқты, қалған 14-інің 8-інің жоғары білімді заң білімі болды. 8-інің. Оның ішінде теміржол инженері бар, математик, физик, әскери дәрігер, офицер, айтқанда мамандандырылған офицер, соны өңгер әрқайсысы неше түрлі ғылым мен білімнің мамандары болды. Олардың орынбасарларын алайық, оларда 15 болды. 15-інің ішінде 7-еуі заң ғылым. Осыны біз неге ескермейміз? Сондықтан қазір Алаш қайраткерлерінің сол діннің жолында қаза болды деген ол барып тұрған айтқанда жалған тарихты өрескел бір малы болып табылады. Мен сол оның ішінде жаңа Елдосқа тағы басқаларға айтқан. Айналайындар, сен өзің сөйлеген қоғамның ығына жығылма. Сен ғалымсың, сен ағартушысың. Сен тарих қалай болды, солай жеткіз. Мен тағы да айтамын, Алаш қайраткерлері, мысалы, Әлихан тіпті 1889 жылы әлі бала кезінде Омбыдағы техникалық училище оқып жүргенде Талауалеттің газетіне жазған бірнеше мақаласы бар. Сырттан келген татар, башқұрт, сарт молдалардың өтірігін бетіне басып, айналайындар, қазақты өтірік сөйлеуге, өтірік уәде беруге үйретпеңдер. Қазақ шындары сол қожа молдалар айтқанда указанный молдалар деп атаған, өйткені Ресей патшасының жарлығымен қазақ даласын қаптаған. Сол кезде дүмше молда, надан молда, өлік бар жерде молда семіреді деген сөздердің бәрі сол кезде қалыптасқан. Әлихандар, Ахметтер діннің тазалығы үшін күресті. Қазақ дін сенсе, таза исламға сенсін деп. Таза исламға, өйткені ислам адамды өтірік сөйлеуге, алдауға, әйел баласын жәбірлеуге жол бермейді. Екі қатын алуға айтқанда. Өйткені сен бәйбішеңнің рұқсаты болмай, батасы болмай, сен басқа қатын ала алмайсың. Әйел бала алсын құқы үшін. Сол исламды ұстасаң, таза ислам ұста деп. Мысалы, кеңес дәуірінде ғана емес, осы күнге дейін кез келген бір Құранның 1-2 сүресін жаттап алады да, кез келген жерде Құран оқып отыра береді, молда болып. Сосын бізде қазір шын айтқан Қазақстанда біз ұстанған бүгінгі ислам діні ол таза ислам емес. Ол ислам мен тәңіршілдіктің қоспасы. Қоспасы, Құлпытас орнату. Құлпытас орнату. Құран оқыту.
солай емес па? Иә. Құран оқыту, әруақтарға иіс шығару, ол ислам ба? Жоқ. Ол біздің кешегі тәңіршілдігіміз. Адыраспан мысалы өзінің айтатын болса. Оның бәрі тәңіршілдік. Сондықтан біз таза исламбыз деп айта алмаймыз. Қазақ ислам дінін өзінің болмысына, өзінің ежелігі, былай айтқанда діни сенім нанымына ықшамдап ұстанады. Оны Қожа Ахмет Яссауи жасап берген жоқ па бізде, иә? Мынау ұқсастырып. Оны мен Қожа Ахмет Яссауидің тарихын, оның еңбектерін зерттеген адам емеспін, сонда оны айта алмаймын. Бірақ мен өзім білгенімді, күнделікті көріп жүргенімді, білетінімді айтып отырмын. Сондықтан бұл Яссауидің ол іліміне онша айтқан сілтеме жасай алмаймын. Мысал өзімді келтіре алмаймын. Мен білгенімді айтып отырмын. Ендеше сұхбатты қорытынды келе, білікті тарихшысы, білікті алашорыншы ретінде осы алашты түсінгісі келетін, көбірек білгісі келетін бізде студенттер бар, жасөспірімдер бар. Оларға топ 3 кітапты ұсына аласыз ба? Алаш бойынша танымды жетілдіруге. Дәл қазір өз басым Әлихан Бөкейхан шығармаларының егер 2016-2018 жылдары 15 томдығын шығарсам, соны қазір содан бері мына 7 жылда табылған басқа тың шығармалармен толықтырып, сөйтіп оны 30 томға 28 бола ма, әлде 27 ма, не 30 том бола ма, негізі 30 том болады деп ойлап отырмын, жоспарлап отырмын, сөйтіп қайта баспаға шығарып жатырмын. Сол егер шықса, оған қаржы бөлдіру үшін тағы да өзіміздің ресми мекемелермен, министрлікпен тағы да айтқанда арбасу, айтысу, дәлелдеу керек болып отыр. Дәл қазір бір жағынан ресми билік тарапынан бір үлкен кісімен келісіп, оның батасын алған сияқты едік, бірақ соған қарамастан сол басылуға шығып тұрған кітапқа қаржы бөлінбей отыр. Өйткені біз кедей елміз ғой. Экспо өткізуге, универсиада немесе олимпиада өткізуге бізге қаржымыз табылады. Ал халықтың руханиятын, тарихын қалпына келтіретін материалдарды шығаруға, ғылым жолын түсуге, мысалы бір жағынан тіпті осы соңғы ұлттық құрылтайдың соңғы 3-ші отырысында, 3-ші мәжілісінде президент Тоқаев айтып еді, тарихымызға, ғылымымызға қаржы бөлуден жасқанбайық дегендей. Бірақ ол президент Тоқаевтың айтқан сөзі көбіне далада қалып қояды. Оған былай айтқанда біздің билік, атқарушы билік көбінесе байқасам саботаж жасап отырған сияқты. Өйткені бүкіл біздің атқарушы билік барлық деңгейде, өйткені оның бүкіл билік тармағында отырған бізде Аманат деген партия бар. Ал негізі ол партия емес, ол өзіміздің саяси жүйенің өзі. Өйткені Ақордадан бастап, Құдай ұмытқан ауылдың әкіміне дейін кім? Бір ғана партиядан. Өйткені ол партия емес, тағы да айтамын, ол саяси жүйенің өзі. Сол саяси жүйе ондай нәрселерге біздің айтқан халқымыздың рухын көтеретін, оның идеологиясын қалыптастыратын, оның тарихын қалпына келтіретін әрекетке онша айтқанда қолғабыс жасамай отыр. Сөздің ашығы осы. Қазақ айтады, айтылмаса сөздің атасы өледі деп. Жаман айтпай жақсы жоқ дегендей. Мен осыған дейін талай айтып келемін, тағы да айтамын. Өйткені бұл биліктің санасына. Қазір кез келген, мысалы, қазір осы кітап шығаруға мысалы тікелей қатысы бар мәдениет және ақпарат министрі. Тарихты біле ме екен? Жоқ, білмейді. Алаш тарихын біле ме? Жоқ, білмейді. Ол алаш тарихына түбегейлі қарсы адам. Өйткені 17-ші жыл Алаш Республикасының 100 жылдығын тойлаймыз дегенде, ол кезде ол президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі болатын. Сонда алаш тарихын, алаш деген сөзді айтқызбай, Алашорданың 100 жылдығы деп. Мен сонда айтқан, айналайын, біз Алашорданың үкіметтің 100 жылдығын тойлайтын болсақ, ертең халықаралық деңгейде масқара боламыз деп. Өйткені үкіметтің мерейтойын тойламайды, мемлекеттің мерейтойын тойлайды. Сонда сол кезде мен өзім күресіп жүріп, баяндама жасауға көндірген Мәмбет Қойгелдиев тарихшымыз, академик. Сахнаға мінберге тұрып алып, тек Алашорда деген сөзден басқаны айтқан жоқ. Айналайын-ау, Алашорда сол Алаш деген мемлекеттің атқарушы үкіметі. Біз өткен жылы желтоқсанда біз Қазақстан үкіметінің 32 жылдығын тойлаған жоқпыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 32 жылдығын тойладық. Мемлекеттің мерейтойын тойладық. Сонда 17 жылы біз Алаш Республикасының мерейтойын емес, Алашорда үкіметінің 100 жылдығын тойладық. Міне біздің осы қазір министрлікті басқарып отырған қанымыз сондай көзқараста. Одан бері міне тура 7 жыл өтті. Мен сонда сол министрліктің
сол кездегі білім және ғылым министрлігінің өкілдерін соған көз жеткізе алмады. Айналайындар, біз Алашорда үкіметінің емес, Алаш мемлекетінің 100 жылдығын тойлауымыз керек. Жоқ, өйткені болған жоқ. Ол кезде саясат қандай болды? Өйткені бұл мемлекетті құрған Нұрсұлтан Назарбаев. 91 жылға дейін қазақ деген мемлекет болмаған, өйткені 91 жыл 1 желтоқсанда ол президент болып сайлағанда, біз ұмытпайықшы, ол Қазақ ССР-ның президенті болып сайланған, Қазақстан Республикасының емес. Кеңес одағының құрамындағы екен. Сондықтан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті тек 2005 жылы сайланды. Осыны ұмытпаңыздар. Сол айтайын деген. Егер Алаш Республикасының 100 жылдығын тойлайтын болсақ, ол тәуелсіз мемлекет болған 2,5 жылдай. Оның президент тұңғыш Әлихан Бөкейхан, ол осы кездегі тұңғыш президентке айтқанда бақталас, бәсекелес болып шығатын болды. Сондықтан оны тойлауға болмайтын болды. Сондықтан міне, ал сол адам бүгін енді мәдениет және ақпарат министрлігін басқарып отыр. Сіздің одан қандай жақсылық күтуге болады? Қандай көзқарас күтуге болады? Алашорда жалпы тек қана кеңес үкіметінің жалпы Ресейдің Федеративті Республикасы ғана емес, сонымен қатар Жапония мен деректерге сүйенсек, егер Уяманың осы университетімізге келген кезде дәріс берген болатын, сол кезде сөзіне сенсек, Алаш Республикасы жеке дара мемлекет болуға талпынды дейді. Себебі біз Мәрсеков арқылы білеміз, Владивостокта Жапонияның консулымен әңгімелескен болатын. Бұл рас. Осыған дейін сол Томохико Оя мен Рясуке Оно екеуі тапқан, негізі ол құжатты тауып алған Рясуке Оно деген жас ғалым екен. Сосын оған Томохико сол тақырыптың маманы ретінде екеуі қосылып зерттеп сөйтіп мақала жазған ағылшын тілінде. Бұл жерде олар әрине Мұстафа Шоқайға онша назар аудармайды, өйткені олар өз тапқан құжаттарын талдайды ары қарай. Бірақ мысалы осы күнге дейін біз Мұстафа Шоқайды шетелге өз ықтиярымен, өзінің бір мүддесімен кетті деп санап келдік. Жаңа Мұстафа танушылардың бәрі тіпті Мұстафа Шоқайды Әлиханнан да жоғары қояды. Ол бүкіл халықаралық деңгейдегі саясаткерге айналды дегендей. Көке, тарихқа үңілсек, Әлихан Бөкейхан бір жағынан Райымжан Мәрсекұлын Владивостокқа жіберген болса, ал Мұстафа Шоқай Әлиханның тікелей тапсырмасымен ол қайда кетті? Ол Парижге кетті. Неге? 19 жылдың қаңтар айында Парижде бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін сол соғыстың нәтижесін шығару үшін және дәл сондай соғыстың қайталанбасы үшін бір халықаралық ұйым құру мәселесі қаралған Париж бейбіт конференциясына қатысу кетті. Өкіл болып барды. Өкіл болып кетті. Сол себепті ол 1922 жылы ОГПУ НКВД-ның мәліметінде Алашорда үкіметі Ұлттар лигасында өзінің өкілі бар, ол Мұстафа Шоқай деп жазған себебі сол. Мәселе сол. Сондықтан бұл сол Рясуке Оно мен Томохиконың тапқан материалы ол Алаш тарихын тіпті басқа 180 градусқа бұрмалайды. Бұған дейін алаштанушы ғалымдардың бәрі Алаш Республикасы, оның ішінде жаңа керемет алаштанушы ғалымыз академик Мәмбет Қойгелді бар, сол Мәскеудегі Дина Аманжолы бар. Алаш Республикасы ешқашан тәуелсіздікке ұмтылған жоқ деп дәлелдеп келді. Сондықтан мен осыған дейін айтам, тағы да айтам, Алаш тарихы әлі түбегейлі терең зерттелген жоқ. Зерттелген тақырып емес. Дәл соңғы кезде мәліметтерге қарасақ, оның ішінде мысалы Томохико Уяма тапқан мәлімет бар. Екіншіден, мынау Тбилисиде шығып тұрған Тифлис. Мұстафа Шоқай сол Тифлисте жүрген кезде, Парижге жете алмай, Тифлисте жүрген кезінде сол жерде Вольный горец деген газет шығады екен. Сол газеттің хабарлауы бойынша 20-шы жылы Жапония үкіметі бәрібір Райымжанды алғаш кезде қолдамаса да қазақ халқымен, қазақ мемлекетінің Алаш Республикасымен байланыстың өте маңызды екенін білетті. Олар Алашорда үкіметіне Ресейдегі соғыстың салдарынан білімін жалғастыра алмаған, немесе сол Ресейде оқысы білім алғысы келген жастардың бәрін Жапония үкіметінің есебінен Жапонияда және Еуропада немесе Америкада оқысы келсе, солар Жапон үкіметінің қаржысымен оқытуға біз дайынбыз деген ұсыныс жасайды. Сөйтіп қазақ жастарының, оның ішінде қыздары мен ұлдарының алғашқы тобы Жапонияға оқуға кетіпті. Ол жастар кімдер? Олар қанша болды? Олар қандай жоғарғы оқу орнына түсті? Оқудан кейін олардың тағдыры не болды? Бұл қазір алдымызда тұрған бір аса қызықты да өзекті тақырып болмақ. Мен оны жаңа Томохико Уяма деген әріптесімен жазып жібердім. Одан әзірше хабар жоқ, білмеймін, көреміз. Сондықтан Алаш тақырыбы ол осы бүгінгі 21-ші ғасырдағы тәуелсіз Қазақстан Республикасын беретін тарихи тағылымы да, саяси сабағы да, саяси тіпті айтар едім, саяси экономикалық сабағы да. Біз осы күнге дейін экономикамыз неге тығырыққа тіреліп қалды?
мал шаруашылығымызды біз құрдымға жеткізе жаздадық. Жалпы агроөнеркәсібімізді былай айтқанда тығырыққа тіредік. Ал қазақ елі, Әлихан Бөкейханов сонау 13-ші жылы жазған мақаласы береді, қазақ жері мал кіндігі деп. 15-16 жылы жазғанда біз ертең ел болсақ, дербес ел болсақ, экономика дамыту неден бастаймыз? Қазақтан қолдан келетін ең басты шеберлік неде? Мал бағу. Мал бағуды бастайық. Малымыздың санын қысқартайық, тұқым насылдандырайық. Егін шаруашылығын Еуропаның ең озық үлгісімен дамытайық. Мысалы, немістің сиырын сойған кезде ол неге пәленше пұт болады, қазақтың сиырын сойса ол неге 10 пұт болады деп. Мысалы, немістің сиыры жылына 300 шелек сүт береді, қазақтың сиыры неге пәленше ғана сүт береді. Еуропада неге жылына 4 рет, тіпті 7 рет шығарады, біз неге 2 рет орамыз. Жапонияның, Американың, басқа елдердің армияларындағы әрбір 100 жауынгердің 99-100 сауатты, біздің армиямыз дәл сондай болу керек. Өйткені міне сауатсыз жауынгер, большевиктердің атқарып отырған сол, өйткені жауынгердің бәрі шетінен сауатсыз, олардың қайсы ақ, қайсы қара екенін түсінбейді. Қайсы сұмдық, қайсы адал екенін түсінбейді. Сондықтан біздің жауынгеріміз әрбір тіпті басқа қалты айтпағанда, әрбір жауынгеріміз де сауатты болу керек. Қайсы ақ, қайсы қара екен деген. Міне Алаш Қайраткерлерінің алдында осындай жоспар тұрды. Осындай мақсат мүдде жатты. Біз дәл сол, бізге дәл бүгінгі қазақ елі үшін Алаштан артық идея жоқ. Өйткені Алаш идеясы ұлттық идеология. Ал ұлтшылдық, Әлихандар, жалпы ұлтшылдық бүкіл әлемнің түсінігінде, өркениет әлемнің түсінігінде ол басқа ұлтты, басқа тілді, мәдениетті теріске шығару емес. Біз әлі де кеңестік тар көзқараспен ұлтшылдықтан қорқамыз. Біреу тілін қорғаса, оны жапа келіп шабамыз. Этникалық деп ойлаймыз ұлтшылдықты. Иә, ол этникалық. Ол айтқанда, ол мысалы бар ғой, әсіре ұлтшылдық ол бір басқа. Мысалы Франциядағы Мари Ле Пен, оның ұлдығы, Франция тек француздар үшін деген. Міне ол әсіре ұлтшылдық. Ал Алашорда үкіметін алсақ, 25 мүшесі болса, одан басқа ұлттарға қалдырған жоқ па? Осыны неге ұмытамыз? Негізгі Әлихандарды енді біз айта алмаймыз. Алаш Республикасы олардың жүрегінің, рухының биіктігі солай, соншалықты. Олар Алашты ұлттық мемлекет деп санады. Ал бүгін біздің халқымыз 67%-дан асса да, ал қазақ халқы осы мемлекет құрушы халық. Біз идеологиямызға осыны енгізуіміз керек. Қазақстан Республикасы бұл қазақ ұлттық мемлекеті. Ал қазақ халқы мемлекет құрушы халық дегенді біз қашан мойындаймыз? Халқымыз бүгін 67%-дан асты, 70%-ға жақындадық. Міне біз әлі кеше кеңестік құл саналықтан әлі құтылған жоқпыз. Өйткені бұл құл саналықты бізге биліктің өзі тыққылап отыр. Өйткені билік басында отырған сол кеше кеңес дәуірінен мұра болып қалған құл саналы азаматтар. Махатма Ганди мен Үндістан тұңғыш премьер-министр болған Джавахарлал Нерудың айтқан сөзі бар емес па? Отарлық дәуірде туып өскен зиялылар, ұлт көсемдері сол мемлекеттің ең қауіпті жауы деп. Ал бүгін біздің елімізде 33 жылы, тәуелсіздіктің 33 жылы, сол кешегі кеңес дәуірінен мұра болып қалған құл саналы ұлт қайраткерлері билеп отыр. Сол себепті біз осы күнге дейін өзімізді осы мемлекеттің қожайыны, осы мемлекеттің құрушысы халқымыз деп, ұлттық мемлекет деп мойындаудан әлі жалтақтап отырмыз. Ағай, тағы бір сұрақ мынау. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ, теке сақал қырма мұрт елдің түбіне сол жетер деген бізде керемет өлең шумақтары бар. Осыға өлеңге орай өркениеттер мен мәдениеттердің бәйгесінде қазақ жұртына мынау еліктеушілікті қалай қою керек? Мысалы бізде көбісі қазақ кейтіндегі араб, қазақ кейтіндегі орыстар қаптап жүр және әрі қарай қаптамақшы. Бұның бірден бір салдары бар. Өйткені осы айтып отырмын ғой, тәуелсіздіктің 33 жылы бізде әлі де ұлттық идеология жоқ. Ал бізге дәл осы күні Алаштан басқа идеология керек емес. Идея ол бізге. Әрине идея. Өйткені Алаш деген идея ол қазақтың ұлттық қайта өрлеу идеясы. Тіліміз біздің мемлекеттік тіл болсын. Тіліміз ол білім беретін, ойлайтын, сөйлейтін, экономикамызды көтеретін тілге айналу керек. Өйткені бізде тағы да
әлі іске аспайтын, өз алдына жеке өмір сүретін конституциямыз бойынша ғана мемлекеттік тіл. Бірақ ол өзінің шындыра іс жүзінде өзінің мемлекеттік тіл тұғырына әлі көтерілген жоқ. Оның себебі, өйткені біздің үкімет, парламентімізде, президентімізде, министрлерімізде, әкімдеріміздің бәрі қай тілде сөйлейді? Орыс тілінде сөйлейді. Өйткені олар конституцияға айтқанда пысқыртып қарамайды. Тағы бір мәселе айтайын. Біздің конституциямыз екі тілде жазылған. Ең бастысы конституцияның түп нұсқасы орыс тілінде жазылған. Қазақ тілінде конституцияны қарасаңыз, ішінде қате биттей қаптап жүр. Қылмыстық кодекс дейді. Сейдәзім Қадырбайдың нұсқасы бойынша қателеспесем, қылмыс кодексі. Бізде аударма тек орысшадан Google переводчиктен алып қоя салған секілді. Жоқ, біз көк паспортымызды алайық. Ол жерде қалай жазған? Кей арқылы Казахстан. Неге Q арқылы жазылмайды? Қазақстан деп. Өйткені ол орыс тілінен алып отыр. Осыған не айтасың? Тек бізде бір ғана телеарна бар. Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сол жерде ғана Q-мен жазылған Қазақстан деп. Солай жазылу керек еді. Өйткені біз әлі де қайталап айтамын. Біз әлі кешегі кеңестік идеологиядан, кеңестік сана сезімнен арылған жоқпыз, арылуға ұмтылған да жоқпыз. Билік басында әлі сол ұрпақ келе жатыр. Мәселе осы. Бізде билік басындағы ұрпақ түбегейлі өзгеру керек. Жаңа ұрпақ келу керек. Бір қызық айтайын. Мынау 80 жылдардың соңында Чехословакияның тұңғыш президенті болып, былай айтқанда бұқара халық сайлаған Вацлав Гавел деген президенті болды. Сол президент болып сайлаған кезде үкіметті жасақтағанда, үкіметтің құрамына бұрынғы үкіметтің, коммунистік дәуірдегі үкіметтің бірде-бір мүшесі өтпепті, кейін жастар келген. Сонда Вацлав Гавелден сұрапты: неге сен әлі мұрты шықпаған жастарды алдың дегенде, сонда Вацлав Гавел былай деп жауап берді: бізге 40 жыл сападаждан гөрі 5 жыл адасқанымыз әлдеқайда артық деп. Міне біз 32 жыл адасып жүрміз. Сапатаждың нәтижесін жеп жүрміз. Мәселе осы. Бізге әрбір сұрақты жіліктеп бердіңіз, сүбелі жауап бердіңіз. Сізге мынау алтын уақытыңызды бөліп біздің студияға келгеніңіз үшін көпте мыңда бір рахмет. Көрермендер бір марқайып, біраз ақпарат біледі деп ойлаймыз. Алдағы уақытта сізді осы дастархан басында күнде көруге дайынбыз. Алдағы уақытта болашақта біз Жақсылық Сабитовпен ұйымдастырсақ дейміз, сізбен араңыздағы бір кикілжің, келіспейтін жерлер бар шығар, тарихи жақта маман ретінде, адам емес маман ретінде. Соны ұйымдастыруда жоспар бар. Тағы да басқа сіздің біліміңізді баршаға, жастарға таратсақ дейміз. Құрметті көрермендер, алтын уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.